Батумидің ең танымал символдарының бірі Пьяцца алаңы. Витраждар мен мозаикалармен безендірілген алаң шетелдік қонақтарды ғана емес, сонымен қатар жергілікті тұрғындарды да жиі тартатын орталыққа айналған. Бұл Батумидегі ең жақсы барлар мен мейрамханалар мен клубтары бар қаладағы ең үлкен мәдени және ойын-сауық орны. Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі күні мінекей біз Гүржістандағы Аджар автономиялық республиканың негізгі астанасы, негізгі қаласы Батуми қаласында жүрміз. Батуми қаласы өте көрікті қалалардың бірі екен. Негізінде ескі қаласы өте көрікті екен. Жолдар тар, бұрынғы жолдар кірпіш тәрізді тастармен қаланған көшелер екен. Батуми қаласы негізінде Аджар автономиялық республикасының астанасы және негізгі қалалардың бірі. Бұл порт қала және туристік қала болып есептеледі екен. Жалпы Батуми қаласы 1547 жылдан бастап Осман империясының қол астына өтеді екен. Содан 300 жылдан артық Осман империясының қарамағында болады. Содан 1878 жылы Ресей империясы күшейгеннен кейін осы Ресей империясының әскерлері мен грузин әскерлері бірігіп осы Батуми қаласын босатып алады екен. Және де бұл жерде ең басты рөл ойнаған осы Берлин бейбіт келісімі болады. Сол Берлин бейбіт келісімі бойынша Батуми қаласы осы Ресей империясының қарамағына берілетін болады. Содан 1878 жылдан бастап Батуми қаласы осы Ресей империясының құрамында болады. Батуми қаласының тұрғыны 183 мың халықты құрайды екен. Оның ішінде 93% аджар грузиндері болса, қалған 3% армяндарды құрайды екен. Ал одан қалғаны 2-3% азербайжандар және 2-9% басқа ұлттар құрайды екен. Жалпы Батуми қаласы 1921 жылы осы Аджар республикасы, Аджар автономиялық республика құрылып, содан Аджар АССР болып қалады екен. Содан бері осы Аджар автономиялық республика болып есептеледі. Енді бұл Аджар республикасының жаңа астанасы Батуми болса, Батуми порт қала және туристік қала болып есептеледі. Өзі негізінен ескі қала дейді. Ескі қаласы өте тамаша, әдемі келген қала екен. Көшелері тар, бірақ әдемі, бұрынғы ескі рух сезіп тұратындай болып тұр. Пьяцца кешенінің құрылысы 2010 жылы аяқталды. Оның ауданы 5700 шаршы метр. Жобаның сәулетшісі венециандық сәулет өнерінен шабыт алған Важа Орбеладзе. Пьяцца алаңы ескі қаланың қақ ортасында Сарп Барнабас көшесінде орналасқан. Ол 2010 жылы қаланың ескі аумақтарды қалпына келтірілгеннен кейін ашылды. Жобаның авторы Грузияның сәулетшісі Важа Орбеладзе болды. Ол Аджарияның астанасында Италияның бұрышын құруға шешім қабылдады. Нәтижесінде Венециядағы әулие Марк алаңына ұқсас нәрсе болды. Итальяндық әшекейлер қаланың тарихи бөлігіне өте жақсы сәйкес келеді. Алаңдағы аласа үйлердің қасбеттері витраждармен, мозаикалық өрнектермен безендірілген. Бүгінгі таңда Пьяцца қаладағы мәдени іс-шараларды өткізетін ең үлкен орын. Сонымен қатар Батумидегі ең жақсы мейрамханалар, барлар мен клубтары бар орын. Алаң ескі қаланың қақ ортасында, Европа алаңынан, Батуми бульварынан және теңізден 5 минуттық жаяу жерде орналасқан. Батумидегі Европа алаңы елдің оңтүстік батысындағы
теңіз жағасында орналасқан Гүржі қаласындағы ең танымал ойын-сауық орындарының бірі. Орталық Мемет Абашидзе даңғылы бойында орналасқан алаңның ерекше атауы Гүржі халқының батыстағы көршілерінен үлгі алуға деген ұмтылысын білдіру үшін таңдалды. Грек мифологиясының арқасында танымал болған Колхида патшалығы қазіргі Аджария аумағында орналасқан деп саналады. Колхида патшасы Эйтанның қызы Медея аргонавтардың көсемі Яссонға ғашық болғаны туралы аңыз бар. Бір айта кететін мәселе, бұл жерде Гүржі елінде орыс мектептері мүлдем жоқ. Тек қана осы өздерінің Гүржі тіліндегі мектептер. Яғни бұлар негізінен сөйлескенде өз тілінде сөйлейді және ағылшынша. Орысша білсе, кеңес өкіметінде болған үлкен кісілер ғана біледі екен. Қалғандары жастар мен орта жастағы адамдар мемлекеттік өз Гүржі тілінде және ағылшын тілінде сөйлеседі екен. Медея Джейсонға алтын жүнді ұрлауға көмектесті. Содан кейін олар әйгілі Арго кемесінде бірге қашып кетті. Алтын жүн қазір Гүржінің гүлденуі мен даңқының символы болып табылады. Сондықтан Европа алаңының ортасында Медея ескерткішінің тұрғаны орынды. Мүсінде алтын тонды мақтанышпен ұстаған Медея бейнеленген, ал алып тұғырда Арго кемесінің бейнесі қашалған. Гүржі мүсіншісі Давид Хмаладзе жасаған мүсінді 2007 жылы президент Михаил Саакашвили ашқан болатын.